Біз бүгін жалпы осы банкротствоға байланысты соттан тыс банкроттық рәсімінің қандай адамдар соға бере алатын туралы айтқам алдында видеода. Ол қандай адамдар 1600 МРП-ға дейін қарызыңыз болса, яғни қазіргі таңда 5.520.000 теңгеге дейін қарызыңыз болса, сіздің несиеңізді банкроттық деп табу үшін сіз комиссияға арыз жазуыңыз керек. Ассалаумалейкум, құрметті достарым, сіздермен бірге заңгер Шынарбаев Марғұлан. Бүгін осындай экспромт кафе недельканың ішінде түсіретін болдым. Қараңыздар, біз бүгін жалпы осы банкротствоға байланысты соттан тыс банкроттық рәсімінің қандай адамдар соға бере алатын туралы айтқам алдында видеода. Ол қандай адамдар 1600 МРП-ға дейін қарызыңыз болса, яғни қазіргі таңда 5.520.000 теңгеге дейін қарызыңыз болса, сіздің несиеңізді банкроттық деп табу үшін сіз комиссияға арыз жазуыңыз керек. Ол 23 наурыз 2023 жылдан кейін басталады комиссияның жұмысы. Қандай условия болып еді, яғни сіз 12 ай бойы төлемеген болуыңыз керек, және соңғы 18 айда сізге қатысты банкпен екеуіңіздің арасында бір істер жүру керек. Яғни неге төлемей жатсың деген письмо, сотқа берген арыз деген сияқты. Сондай әрекеттер жүру керек. Одан кейін, егер сіз банкроттық болсаңыз, банкроттық болған туралы 7 жылдың көлемінде банкроттық сізде болмау керек деген сияқты. Ол енді последующим бұл қойып болған, будущем банкроттық болатын болсаңыз 7 жылдық мерзім қойып болған, соңғы банкроттықтан бастап 7 жылдан асу керек деген сияқты қойып болған ғой ол статьяны. Ал енді ары қарай лайфхактар. Егер сіз атаулы әлеуметтік көмекті алатын болсаңыз, онда сізге жаңағындай 12 айлық жаңағындай соңғы уақытта қарыз болу керек деген міндет қажет жоқ. Яғни ол талап сізге жүрмейді. Яғни АСП төлейтін болсаңыз, сіз без проблем документ өткізе бересіз. Жаңағындай банкроттық бойынша. Түсіндіңіз ғой? Бұл екінші лайфхак. Тағы да бір лайфхак. Егер сіз 5 жыл бойы несиеңізді төлемесеңіз, 5 жыл бойы қатарынан, онда документ жинап 12 айлық мерзім, 1 жыл 8 ай, 18 ай ғой, енді былай айтқанда 18 ай жаңағындай сотпен сіздің араңызда бір келісім сөздер жүргізілуі, сотқа беруі, бермеуі деген ол жүрмейді, бірден жаңағындай ондай талап жүрмейді, бірден сотқа бере бересіз деген сөз. Яғни бұл конкретно сізге былай айтқанда лайфхак. Дальше, егер сіз арыз жазсаңыз, арыз жазған күннен бастап 2 күн кешіктірмей, жаңа кімге қарызсыз, жаңа банктер бар ғой, соларға хабарлама жіберуіңіз керек. Мен өзімді банкрот деп тану туралы арызды өткіздім комиссияға. Сондықтан міне, енді комиссияға жүгініңіздер. Мен сіздерге енді сіздің алдыңызға қарызды осы комиссия төрағасы, конкурсный управляющий, қаржылық басқарушы, точнее, жұмыс дейтін болады деп хабарлама жіберуіңіз керек. Одан кейін не істейсіз? Полномочного письменного форма, прекращение постановления. Так, далее. Осы арыз түскеннен кейін, 15 күннің ішінде сіздің ісіңізді сот қарау керек, то есть комиссия қарау керек 15 күннің ішінде. 15 күннің ішінде қарап сізге жауап береді. Я қабылданды сіздің құжаттарыңыз, я қабылданған жоқ деп 15 күннің ішінде жауап беру керек. 15 күн өткен мерзімнен кейін, мысалы, отказ алсаңыздар, сіз қайтадан арызда қай уақыт жаза аласыз, тек қана 3 ай өткеннен кейін, яғни 3 ай өткеннен кейін ғана сіз қайтып арыз жаза алады екенсіз. Түсініңіз ғой, Енді жалпы арызға қандай документтер тіркеледі? Бірінші кезекте сіздің кімге қарызсыз, солардың тізімі керек. Мысалы, Каспий банк, Сбербанк,
Халық банк, микрокредиттік ұйым, сол одан тізімін жібересіз. Одан кейін екеуіңіздің араңыздағы шарттың копиясы тіркеуіңіз керек. Одан кейін міндетті түрде жаңағыдай екеуіңіздің араңызда переписка, яғни мен қарыз емеспін, бірақ сіздер жаңағыдай маған график беріңіз деген араңыздағы бір переписка болу керек. Ал егер банк сізге жауап бермеген жағдайда сіз не тіркейсіз, арызыңызды өткізесіз ғой Қазпочта арқылы. Қазпочта арқылы өткізесіз. Қазпочтада заказной с уведомлением деген болады. Сол жерде корешок болу керек, сол корешокты өткізуіңіз керек. Егер банктың өзіне барып өткізсеңіз, онда сізге арызыңыздың екінші экземплярына, письмоңыздың екінші экземплярына не қойып береді? Печать қойып береді. Сол жеткілікті входящий номермен. Яғни сіз банкке арыз жаздыңыз, менің жағдайым төмен, мен төлей алмаймын, бірақ жауап қайтпайтын болса, сол в принципе жеткілікті. Осы құжаттарды алып өткізесіздер де, содан кейін сіздің ісіңізді комиссия қарайды. 15 күн ішінде сізге жауап беру керек. Бұл енді алдын ала өзін жаңағыдай соттан тыс банкроттық деп тану туралы жалпы арызды өткізу рәсімі туралы сізге айтып өттім. Сіздермен болған Заңгер Шыныбаев Марғұлан. Қазір біз кафе Неделькада отырмыз. Үлкен рахмет кафе иесіне осылайынан бізге видео түсіруге мүмкіндік бергеніне.